Баршаға ассалаумағалейкум. Бүгін бізде Prior автокөлігі клиенттің айту бойынша проблема машинаның генератор заряд бермейді дейді. Генератор ауыстырдық дейді. Машина өзімен өзі өшіп қалады дейді, болмаса от алмайды дейді. Генератордың зарядкасын тексереміз. Бізге керек құрал тестер, мультиметр деп айтады. Машинаның тоғын өлшейтін құрал. Кез келген строительный магазин, автодүкендерден алуға болады. Біздің құралымызда мынандай нелер бар, жазу сандар. Сол жерден біздер мына В деген әріпті тауып аламыз. В мындай сызығы бар. Бұл вольтметр. Мына қасындағы сызық постоянный тоқты тексеретін бөлігі. Мына ақ бөлігі постоянно тексеретін вольтметр. Ал мына жақта бізде В деген бар, мындай сызығымен. Ол переменный. Переменный деген үйдің тоғын тексеретін. Үйдің тоғы мен машинаның тоғы екі бөлік. Машинаның тоғы постоянный, демек постоянный плюс пен постоянный минус. Сондықтан біздер осы бөлікке қоямыз. Ал үйдің тоғы ол переменный болғандықтан оның тоғы бөлік немен тексеріледі, вольтметрмен тексеріледі. Енді біздер 20 қоямыз. 20 бізге жеткілікті. Неге себебі машина 12 вольттық машина, 24 вольттық болса, біздер мында 24-30 деген жоқ, 200-ге бірден қоямыз. Біздің жағдайда 12 вольттық машина, 12 вольттық аккумулятор. Біздің аккумулятор біздіңше тексеріп алайық. Аккумулятордың өзін тексеріп аламыз. Шөпті плюсті плюске, біздің қызылымыз плюске кетеді. Ал минусты минуске жалғап тексереміз. Плюсті қойдым, минусты қойдым. Біздің аккумуляторымыз 12-де 2 болып көрсетіп тұр. Енді генераторды тексеру үшін машинаны біз оталдырамыз. Так, зажигание ашық, машинаны оталдырам. Машинамыз оталды. Енді дәл осы аккумулятордан тексереміз. Бізде 12-де 1. Ештеңе өзгеріп тұрған жоқ. Генератор әзірге заряд беріп тұрған жоқ. Енді мен дәл осылай аккумуляторға ешқандай заряд келіп тұрған жоқ. Енді мен дәл осылай генератордың өзінен қанша шығарып тұрғанын көремін. Тексеріп аламын. Генератордың өзінен қанша вольт шығып тұр, қанша заряд беріп тұрғанын тексеріп алып келіп тұр. Ол үшін біздер генератордың қалың болты тұрған жер мына бөлікке мінекей аккумулятордың плюсовой проводы жалғанатын бөлік бар, үлкен болтпен бұралып тұрған. Сол бөлікке менің тестерімнің плюсовойын қойып, мына тестердің плюсын қойып, сол болтқа, ал минусын генератордың өзінің корпусына берем. Сөйтіп, генератордың өзі қанша беріп тұрған тексерем. Мен жаңа бірінші аккумуляторға қанша келіп тұрған тексердім. Генератордан ешқандай келіп тұрған жоқ. Енді генератордың өзінен қанша шығып тұрғанын тексергім келіп тұр. Мүмкін жаңа біздің генератордан аккумуляторға дейін жететін проводымыз мүмкін үзік болар. Соны тексеріп алам. Сонымен мен генератордың өзінен шығатын жерінен және де корпусынан тегізіп тестерімді, машинаны оталдырып тестерімді шөптарын қойып тексердім. Бізде генератор ешқандай заряд беріп тұрған жоқ. Дұрыс генератор зарядты 14-те 2-ден бастап 13-те 6-ға дейін көрсеткіш. Өте жақсы көрсеткіш.
енді ең мақтысы ол 14-2 көрсеткісі өте жақсы беріп тұр деген көрсеткіш. Бізде көрініп тұрғандай тек қана 12 вольт көрсетіп тұр. 12 вольт деген ешқандай зарядка беріп тұрған жоқ деген сөз. 12 вольт тек қана сол аккумулятордың өзінің күші. Сондықтан біздер айтады тек аккумулятордың күшімен жүріп кетін деп. Енді генераторды шешпестен бұрын, ауысып тастамастан бұрын бізде мынандай мәселе бар. Әрбір генераторда қарасаңыз қасында мынандай кішкентай провод жалғанып тұрады. Ол кейбір генераторда бір провод, кейбір генераторда екі провод әртүрлі болады. Машинаға байланысты, жылына байланысты, машинаның өзіне байланысты. Бұл провод неге жауап береді? Қалай ойлайсыңдар? Бұл провод біздің прибордағы аккумулятордың суретіне жауап береді. Приборда замок зажигания ашқан уақытта бізде мына шамада аккумулятордың суреті жанып тұру керек. Машинаны оталдырғанның кезде ол лампочка сөніп қалады. Ал генератор заряд бермеген жағдайда бұл лампочка бізге көрсетіп тұрады, сенің аккумуляторың заряд алып тұрған жоқ деген сияқты. Біздің жағдайда бұл лампочка жанып тұрған жоқ. Бұл лампочканың өзінің бір қызметі бар. Біріншіден, сізге заряд бермей тұрғанын көрсетеді. Екіншіден, бұл генераторды оятады. Орысша айтқанда возбуждение дейді. Бұл лампочка жанбаса, зажигание ашқан уақытта генератор өзімен өзі возбуждение алмайды. Тек қана болады газды оборотты қатты берген кезде барып самовозбуждение дейді, өзімен өзі оянып кетеді. Бірақ та оны оятатын негізгі нәрсесі осы лампочка. Бұл лампочка қалай оятады, сізге қазір схема бойынша түсіндіріп көрсетейін. Қарапайым схема сізге түсінікті болу үшін салып қойдым. Негізі дұрыс схема олай жазылмайды. Мына тұрған Г деген біздің генератор. Генератордан қалың провод шығып, біздің аккумулятордың плюстік клеммасына келеді, заряд беретін провод, біздің заряд беріп тұратын провод. Ал мынау тұрған біздің жаңағыдай жіңішке проводымыз. Ол қайдан шығады? Ол мына прибордан шығады. Мынау прибор деп есептейік. Приборда лампочка бар, мынандай жанып тұратын қызыл аккумулятордың суретімен лампочка. Ал мынау тұрған замок зажигания. Біздің кілтіміз. Замок зажигания мына жерде бізде плюс тұрады. Біздің замок зажигание ашқан кезде мына кнопка біздің қосылды. Сөйтіп приборға плюс келді. Плюс келгеннен кейін барып, мына жерде ішінде жаңағыдай біздің лампочкамыз тұр делік. Мынау тұрған қазір лампочканың суреті, схемасы. Осы лампочкаға плюс келсе, біз білеміз, кез келген машинаның потребителі, жаңағы тұтынушысы плюс және минус келген жағдайда жұмыс жасап тұрады. Енді осы лампочка келу үшін бізге мына жағына плюс келіп тұр, замок зажиганиедан. Ал мына жағына бізге минус керек. Ол минус қайдан келеді? Ол минус мына схема бойынша мына біздің генератордан минус келіп тұрады, жаңағы кілтті ашқан уақытта. Сөйтіп, машинаның оталдырған уақытта біздің мына минусымыз генератор жұмыс жасаған уақытта минусымыз кетіп қалады. Генератор жұмыс жасап кеткен уақытта минус кетіп қалады да, яғни мына минус кетіп қалады да, сөйтіп біздің лампочкамыз өшіп қалады. Түсінікті ғой, енді мен қазір осы моментте тексергім келіп тұр. Генераторға келіп тұрған біздің мына проводта плюс болу керек. Егер қазір мен мына штекерді алып тастаймын, мына жерден бөліп, өзің алынатын жерден алып тастаған кезде, мына жақ бөлігінде, яғни мына бөлігінде бізде плюс после нагрузки дейді. Плюс после нагрузки. Нагрузка деген айтып тұрғанымыз, жаңа біздің лампочка. Плюс
после лампочка деуге болады. Неге? Себебі біздің жаңа айтып тұрған кез келген лампочкаға плюс минус берсе жаңа дедік қой. Мен мына жақта бізде плюс келіп тұр. Сөйтіп ол прибордан шыққан кезде, егер мына жаққа генераторға жалғанбаса, осылай тұрса, мына бөлікте бізде плюс шығып тұрады. Лампочка арқылы бізде плюс шығып тұрады. Бұл плюс шынайы плюс емес. Бұл плюс лампочкадан кейін шығып тұрған плюс. Ол плюсқа мен қазір не берсем, минус берсем, мына лампочка жанып тұрады. Түсінікті ғой, бүйтіп қарасақ, мысалы, мына лампочка болса, мына бір жағына мен минус берсем, екінші жағынан минус после нагрузки шығады. Мына жағына плюс берсем, екінші жағынан, егер лампочка сау болса, әрине, плюс после нагрузки келіп тұрады. Мына после нагрузки плюс пен минус шынайы плюс емес, болмаса шынайы минус емес. Айтқанда, мына минус после нагрузки плюс сұрап тұрған минус қой. Ал мына плюс после нагрузки минус сұрап тұрған плюс. Түсінікті деп ойлаймын. Сондықтан қазір мен мына жерден штекерді алып тастап, осы проводқа генераторға дейін не келіп тұрған қарағым келіп тұр. Неге? Себебі мына аккумулятордың жануы генераторға тікелей қатысы бар. Жанып жанбауы. Егер аккумулятор жанып тұрса, онда ол мына лампочканы айтам. Лампочка жанып тұрса, осы лампочкадан шыққан плюс после нагрузки осы генераторды оятуына тікелей әсер етеді. Орыстар бұны возбуждение генератора деп айтады. Біріншіден осы лампочка генераторды оятады. Екіншіден бұл лампочка біздің жүргізушіге зарядтың беріп, бермей тұрғанын хабардар етеді. Сондықтан осыны тексеріп. Жаңа айтып тұрған жіңішке проводымыз штекері мынандай, бір провод жалғанған, екіншісінде ештеңе жоқ. Қарап тексерем. Мұны айтып тұрған лампочкадан шығып тұрған плюсымыз после нагрузки келіп тұр ма? Мұнда келіп тұрған жоқ па? Тексереміз. Мінекей біздің плюсымыз шығып тұр. После нагрузки. Ал минусты беретін біздің генератордың өзі минус беру керек. Лампочка жану үшін. Енді ары қарай қараймыз. Генератордан қараймын дегенше, менің приборымдағы лампочка жанып кетті, көрсетіп кетті демек. Бірақ мен проводта мынандай бір жалғанған жерлерді тауып алдым. Мына жерден бір жалғанған термоусадкамен, сөйтіп барып мына жерден тағы бір жалғанған. Осыларды мен қазір дұрыстап үзіп орнына келтіріп жалғайым. Бәлкім осы жерден тимей тұруы мүмкін. Мына термоусадканың ішінен тимей тұруы мүмкін. Осыны жалғаймыз. Сонымен достар, жаңағы жалғаған бөлікті кесіп тастап, кері дұрыстап орнына жалғап қойдым. Енді тексереміз. Біздің приборымызда аккумулятордың суреті жанды. Енді машина оталдырып тексерейік. Лампочка сөнді. Машина оталып тұр. Так. Тексеріп көрейік. Біздің генератор заряд беріп тұр ма, беріп тұрған жоқ па? Біздің заряд теперь 13-те почти 7 беріп тұр. 13-те 7 беріп тұр. Машинаны өшіреміз. Кері кілтті ашамыз зажигайны.
Лампочка жанды. Оталдырам. Лампочка сөнді. Демек, генератор жұмыс жасап тұр деген сөз. 13-7 заряд беріп тұр деген сөз. Жалпы генератордың жұмыс жасауына әсерін тигізетін лампочка. Егер ол лампочка жанбаса, генератор біздің оянбайды. Оянады, тек қана қатты оборот берген кезде оянып кетуі мүмкін. Және де достар, тағы да айта кететін нәрсе, генератор тексерген кезде генератор 14 вольт беріп тұр деп кейде алдауы мүмкін. Қалай тексереміз? Машина оталдырғаннан кейін, қазір мен оталдырам. Зажигание аштым, аккумулятордың суреті жанып тұр. Оталдырам. Аккумулятордың суреті марғайттап сөнді. Енді қараймыз заряд қанша беріп тұрған. Заряд қанша беріп тұрған қарайық. Заряд бізде 14 беріп тұр. Жақсы беріп тұр. Бірақ бізге солай көрініп тұр, жақсы беріп тұр деп. Әсте олай емес. Егер солай сізде 14 көрсетіп тұрса, келесі этап бар тексеретін. Ол машинаны оталдырғаннан кейін барып, барлық нагрузкаларды қосу керек. Нагрузка дегеніміз ол. Фарларды қосамыз, печканы қосамыз, кондер бар, кондерді қосамыз. Барлығын қосып, генератордың зарядын под нагрузкой қараймыз. Яғни, нагрузкамен қанша беріп тұрғанын қараймыз. Енді тексерейік. Машинаны оталдырам. Фарларын барын қоса. Дальныйды қостым. Бізде уже моргать етіп тұр. Печкамызды қосамыз. Максимальный положение. Енді тексереміз. Он 12-де 8, 12-де 7. Демек бізде 12 вольт көрсетіп тұр, заряд беріп тұрған жоқ деген сөз. Под нагрузки заряд беріп тұрған жоқ. Демек генераторда проблема бар деген сөз. Осылай тексеруді ұмытпайық. Және де тағы айта кететін нәрсе достар, еш уақытта генераторды клемма шешу арқылы тексермеңіздер. Еш уақытта тексермеңіздер. Неге? Себебі генераторыңыздың жандырып жіберуіңізге болады олай. Болмаса тіпті машинаңыздың электрондық мазгасын болсын, кез келген болмаса магнитофон болсын, кез келген электрондық блоктарды жандырып жіберуіміз мүмкін. Дұрыс тексеру тек қана вольтметр бойынша тексеру, тестермен тексеру. Басқалай еш уақытта тексермеңіздер. Талай оқиғалар болған. Кремні шешіп тексереміз деп, машинаның мазгасын болмаса басқада нәрселерін жандырып алған, магнитофон жандырып алған кездерде бол. Сондықтан ол енді ескі машиналарда, карбюраторларда тексеруге болады. Ал қазіргі машиналарда бұлай еш уақытта тексермеңіздер. Ол қате түсінік.